еліміздің кітапханашылар күні 3 рет төл мерекесін атап өтеді. 2022 жылғы 18 қазанда үкімет қаулысымен 24 қазан кітапханашылар күні мерекесі болып бекітілді. Содан бері сала мамандарының мәртебесі артып келеді. Олай болса, баршаңызды 24 қазан кітапханашылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Білімге деген сүйіспеншілігін тәрбиелеп, әлемдік ғылыми құндылықтарға қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін тынбай еңбек етуде. Бүгін мереке қарсаңында біз тікелей эфирде Хромтау аудандық кітапханасында халыққа рухани тұрғыда қызмет етіп жүрген кәсіп иесінің бірі, аудандық балалар кітапханасының кітапханашысы Жиенбаева Тамара Сагирқызы мен Махаббаты кітап мамандығын кітапханашы атты онлайн сұхбатын өткізгелі отырмыз. Ең басты қызығушылық әдеби кітаптарды оқудан басталды десем болады. Бала кезімізде компьютер деген, интернет деген болған жоқ қой. Сол әдеби кітаптар, журналдар көп оқитынбыз. Әлі есімде сол кезде ауылдан өсіп шықтық қой бәріміз де. Ауылда мектеп бітірген соң Орал қаласында бұрындары бір жылдық кітапханалық курс болды. Үшін үлкен тәрбие мектебі. Бұл жерде сансыз сұрақтарға жауаптар болады. Енді ғаламтордан ондай мүмкін емес. Барлық сенің сұрақтарыңа жауап табу. Мысалға, мектеп оқушыларының оларға мысалы бір ақын сөз қоры көбейеді деп ойлаймын. Енді осы сауал туындап тұр. Өзіңізді осы кітапханашы ретінде соңғы кездегі әдеби кітабыңыз қандай болды оқыған? Жалпылай айтқан негізінде кітаптарды кітап көрмесіне кітап көрмелерін жасаймыз ғой. Ақын жазушылар арналған сол кезде міндетті түрде көрмеге қойылып жатқан кітаптарды міндетті түрде оқимыз.